Түрік халқы қасиетті Рамазан айында ауыз бекітіп құлшылық етеді. Әсіресе саяхатшыларға да көне мешіттердің есігін айқара ашып, таңғы сәресін ішуге ауыз ашу кезінде барлық талаптарды сақтауға ерекше басымдық береді. Былтыр бұл елге 54 миллионнан астам жиһангез келіпті. Түркиядан оралған тілшіміз Жазира Бегалының репортажы. Стамбулда ауыз бекітіп, ораза ұстаған саяхатшыларға құрмет ерекше. Мейрамхана мен қонақ үйлерде аспаздар ұлттық тағамның құнарлығы, оның пісіру әдісін түсіндіреді. 10 сағат бойы шоқта піскен қой еті, 5 сағат бойы бұқтырылған ет ауызашарда өте сұранысқа ие тағамдар дейді аспаздар. Uzun zaman görüşmediklerinde ve birinci gün... Адам ұзақ уақыт тамақ ішпейді, күнделікті тамақ ішу әдеті өзгереді. Сондықтан қорытуға жеңіл, ағзаға пайдалы, құнарлы көкөністерді қосып, әлсіз шоқта ұзақ уақыт піскен ет тағамдары, сорпа әзірлейміз. Әрине, еуропалық қонақтар үшін де ас мәзірі өзгерген жоқ. Дегенмен, кешке ауызашарға келген тұтынушының сұранысын толық қамтамасыз етуге тырысамыз. Стамбулдың өткен тарихы мен бүгінгі тіршілігін бейнелейтін көшпелі галерея ашылған. Бір жылда 150 мыңдай саяхатшы тамашалапты. Шаһар жұртшылығының басынан өткен тарихи оқиғаларды суреттеген көрмеде нысандар, тұрғындар 87 есе кішірейтіліп портты қаланың 4000 жылдық тарихына сапар шегуге болады. Бұл жобаның авторы Мұрат Сойсал мыңдаған тарихи кітаптарды ақтарып, көне суреттерді бейне баянға сыйғызу үшін 5 жыл көз майын тауысқанын айтады. Hiç korkmadım. Еш қорықпадым, өйткені бұл жобаның миллиондаған адамға ұнайтынына, көңілінен шығатынына сенімді болдым. Түркияда бірде-бір мұндай галерея жоқ, ал әлемде 5-6 ғана бар. 2025 жылы біздің көрме Жапонияға сапар шегеді. Түрік халқы қасиетті айды асыға күтеді. Ал Рамазан айында ауыз бекіткен адамдарды құрметтейміз. Сондықтан көшеде тамақ ішпеуге тырысамыз. Соған қарамастан Түркия саяхатшыларды жыл бойы үздіксіз құшақ жайып қарсы алуға дайын. Былтыр 54 миллионнан астам жиһангез біздің елде демалды. Осман империясының астанасы Түркияның 4-ші ең ірі қаласы Бурса индустриалды аймақ. Ауыл шаруашылығы, тоқыма өнеркәсібі, логистика, туризм дамыған. Бурсаға да саяхатшылар үйір. 1396-1400 жылдар аралығында бірінші Баязид сұлтанның бұйрығымен салынған мешіттің 20 күмбезі жарқырап тұр. Алла үйінің ішінде субұрқақ қабырғаларында Осман жазуының 192 нұсқасы бар. Бурса қаласындағы ұлы Жами мешітінің 3 есігі бар. Түрік халқы тілеген дұға тілектер шынайы өмірде орындалады деп сенеді. Әсіресе Рамазан айында бұл жерге жергілікті тұрғындар, туристер ағылып келіп жатыр. Ал мешіттің 3 қақпасы күндіз түні жабылмайды. Жазира Бегалы, Аян Бибаев, КТК, Стамбул, Бурсадан.